Саламатсыздар ма оқушылар? 6 сынып математика іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептер шығару тақырыбы бойынша оқулықтағы 1241 есептен бастап шығарайын. Біріншісі 15 санын 2,10 санының қосындысы түрінде жаз дейді. 15 санын 1 қосылған 14 деп жазам. 2 қосылған 13 деп жазам. 3 қосылған 12. 4 қосылған 11. 5 қосылған 10. 6 қосылған 9 және 7 қосылған 8 барлығы 7 нұсқада жазылады. Жауабы 7 нұсқа. Келесі екіншісі 60 санын 2,10 санының көбейтісі түрінде жаз дейді. 60-ты 1 көбейтілген 60, 2 көбейтілген 30, 3 көбейтілген 20, 4 көбейтілген 15, 5 көбейтілген 12, 6 көбейтілген 10. Барлығы 6 нұсқада жазылады. Жауабы 6 нұсқа. Келесі 1242 есеп 0, 1, 2, 3 цифрларын байланып, бір цифр қайталанбайтын неше екі таңбалы сан жазуға болады дейді. Енді мына жерге былай істейік. 1, 2, 3 деп жазып алайық та. Мынадай 0, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 2. Енді 10, 12, 13, 20, 21, 23, 30, 31, 32. Осылардың ішінен жұп сандарды бір жолға, тақ сандарды бір жолға жаз дейді. Жұп сандар және тақ сандарды екіге бөлейік. 10, 12, жерде 13-ті мына жағына жазам, тақ сан, 20, 21, 23, 30, 31, 32. 43-ші есеп 7, 5, 4 цифрларын пайдаланып, неше екі таңбалы сан жазуға болады, ондағы жай сан нешеу жүріп, құрама сан нешеу дейді. Ол да дәл сондай. Біріншісі деп қойын. 7, 5, 4. 7, 5, 4, 7, 5, 4, 7, 5, 4. Сонымен 77, 75, 74, 57, 55, 54, 47, 45, 44 деген сандар. Енді осылардың ішінен жай сан мен құрама санды бөліп жазайық. Жай сан және құрама сан. 77 бізде құрама сан, 75 құрама сан, 74 құрама сан, 57 құрама сан, 55 құрама сан, 54 құрама сан, 47 жай сан, 45 құрама сан, 44 құрама сан. Сонда бір жай сан, қалған 8-і құрама сан, біреу жай сан екен. Келесі ары қарай бізде мына екіншісі бар екен. Жазылуында 9 цифрі 2 рет, 0 цифрі 2 рет қайталанатын 4 таңбалы сан жаз, барлығы нешеу дейді. 9 цифрі 2 рет, 0 цифрі 2 рет дейді. Мынадай сан. Мынадай сан болады. Барлығы 3 сан. 3 сан. Келесі ары қарай. 1244. Түзу бойында, мынадай түзудің бойында К, Л, П және Т деген әріптер белгіленген. Неше кесінді пайда болды дейді. Бірінші кесінді КЛ, ЛП, жоқ, КЛ, КП дейік. КЛ, КП, КТ, ЛП, ЛТ және ПТ деген барлығы 6 кесінді. 6 кесінді. Келесі 1245 есеп. Сары және қызыл қызғалдақтардан әрбір гүл шоғында 3 гүлден әртүрлі неше гүл шоғын даярлауға болады дейді. Так, сары, қызыл. Бір гүл шоғы және келесі қызыл, сары.
екі гүл шоғын дайындауға. Бірінші гүл шоғы мына, бірінші гүл шоғы сары гүл, қызыл гүл, қызыл гүл. Екінші гүл шоғы қызыл, сары, сары. Жауабы екі гүл шоғын дайындауға болады. Екі гүл шоғы. 46-шы есеп. Жолаушы А пунктінен В пунктіне бірінші жолмен барады, екінші жолмен, үшінші жолмен барады да, мына А жолмен қайтып келеді, және В жолмен қайтып келеді дейді. Жолаушы А нүктесінен В пунктіне неше нұсқада жолдармен барып қайтып келеді, нұсқаларды көрсетеді. А-дан В-ға дейін дейік. Бірмен барады, А-мен қайтып келеді. Және бірмен барады, В-мен қайтып келеді. Жерде екі нұсқа. Екі нұсқа. Сол сияқты келесі А-дан В-ға дейін. Екімен барады, А-мен қайтып келеді. Екімен барады, В-мен қайтып келеді. Жерде тағы екі нұсқа. Сол сияқты үшіншісі де солай А-дан В-ға дейін. Үшпен барады, А-мен қайтып келеді. Үшпен барады, В-мен қайтып келеді. Сонда мұнда екі нұсқа, барлығы сонда бізде 6 нұсқа. Жауабы 6 нұсқада барып келеді екен. Бізде жауабы. Келесі 47-ші есеп. Әселде ақ, сары, күртелер және көк, қара белдемшелер бар. Әсел күрте мен белдемшенің әртүрлі неше нұсқада ауыстырып кие алады дейді. Ақ, сары, күртелер және көк, қара белдемше. Ақ, сары, ақ және сары, күртелер және көк, қара белдемше дейді. Ақ күртемен мынаны киеді, сосын немесе ақпен мынаны киеді, келесі мынаумен мынаны киеді деп алайық, және бір нұсқа, екі нұсқа, үшеу, төрт. Жауабы 4 нұсқа. 4 нұсқа. Келесі 1248-ші есеп. Нұргүлде қызыл, көк, жасыл және сары үшбұрыштар бар. Ол осы әртүрлі үшбұрыштарды неше тәсілмен қатарластырып қоя алады дейді. Сонда олда қызыл, көк, жасыл және сары үшбұрыштар бар дейді. Енді қатарластырып қойғанда оны бірінші былай. Қызыл, көк, жасыл, сары. Тағы да қызылдың орнына ауыстырмаймыз, көктің орнына ауыстырмаймыз, сары мен жасылды орнына ауыстырамыз. Тағы да қызыл тұра береді. Келесі мына жерге жасылды қойсақ, көк пен сары, қызыл тұра береді, жасыл тұра береді. Сары мен көктің орнына ауыстырамын. Тағы да қызыл тұра береді. Енді мында көк қойдым, жасыл қойдым, енді сары қоямын. Сары қойғаным, жасыл, көк, қызыл тұра береді, сары тұра береді, көк, жасыл. Сонда мына жерде барлығы 6 болды. Дәл осылай тағы да келесі бірінші несіне көкті қойып орындаймын. Сонда көк, қызыл тұра берсін, жасыл мен сары. Көк, қызыл тұра береді, сары мен жасыл. Келесі көк тағы тұра береді. Енді мына жерге жасылды қоямын. Жасылды қойса, менде қызыл мен сары, көк тағы тұра береді, жасыл тұра береді, сары мен қызыл. Көк тұра береді. Енді мына жерге қызыл, жасыл, енді сары қоямын. Сары, жасыл, қызыл. Көк тағы тұра береді, сары тұра береді, қызыл мен жасыл. Тағы да 6 нұсқа. Барлығы 24. Жауабы бізде 24 тәсілмен қатарластырып қоя алады екен. 24 тәсіл. Келесі 49-ші есеп. Теңдеуді шығарайық. Бірінші есепте модуль ішіне минус x. 47-нің модулі бізде 47-ге минус 56-ның модулі 56-ға тең. Сонда 56-дан 47-ні алып тастаймын. Сонда модуль ішінде минус x тең болады. 56-дан 47-ні алып тастасаң 9 деген мынан шығады. Енді бізде модульдің ішінен минус x тең 9 және минус x тең минус 9 деп шығады. Бұдан x тең минус 9. X бірінші деп қойын. X екінші 9 деген 2 мән шығады. Себебін жерге 9-ды қойсам, минус 9-ның модулі 9-ға тең. Минус 9 плюс 9 болып кетеді. 9-ның модулі 9-ға тең. Екі мәні бар екен. Келесі ары қарай 50-ші есеп.
0, 8, 9 цифрларын әрқайсысын бір рет қана пайдаланып, 3 таңбалы санды қарастыр. Неше 3 таңбалы санды қарастыруда мүмкін нұсқаларын ағаш сызба нұсқасы пайдаланып жасайды. Біріншісі бізде 8 мен 9-дан басталады, сондықтан мына жерде 0, 9, 9, 0. Келесі 0, 8, 8, 0. Сонда 809, 890, 908, 980 деген 4 сан шығады екен жауабы. 4. Келесі екінші 763 деген сан цифрларын орнын ауыстырып, тағы неше 3 таңбалы сан қарастыруға болады дейді. Так, бұнда дәл бағанағыдай салуға 7, 6, 3 деп. 6 мен 3, 3 пен 6, 7 мен 3, 3 пен 7, 7 мен 6, 6 мен 7 деп. Сонда 760 бар, сонда бір нұсқа 2, 3, 4, 5 жауабы. Тағы да неше 3 таңбалы сан? 5 3 таңбалы сан қарастыруға болады екен. Келесі 51-ші есеп математикадан өткен аудандық олимпиадада 5 оқушы бірдей балл жинап жеңімпаз болды дейді. Облыстық олимпиадаға осы жеңімпаз оқушылардың ішінен 2 оқушыны жіберудің неше нұсқасы бар дейді. Так, бізде 1-ші оқушы, 2-ші оқушы, 3-ші оқушы, 4-ші оқушы және 5-ші оқушы. 1-ші оқушы мен 2-ші оқушыны бір жіберуге болады. 1-ші оқушы мен 3, 1-ші оқушы мен 4-ші оқушы, 1-ші оқушы мен 5-ші оқушыны жіберуге болады. Келесі 1-ші оқушы мен 2-ші оқушы мен 1-ші оқушы кетті, сондықтан 2-ші оқушы мен 3-ші оқушы және 4-ші оқушы және 5-ші оқушы кетеді. Келесі мынаумен 2 кетті, 1 кетті. Бұл мен 4-ші оқушы және 5-ші оқушы барады. Ал мынаумен тек қана 5-ші оқушы барады. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жауабы 10 нұсқа. 10 нұсқа. Келесі 1252-ші есеп. Күреске 6 бала қатысты, олардың әрбіреуі өзге балалардың әрқайсымен бір рет күреске шықты. Балалар барлығы неше күреске шықты? Мүмкін нұсқаларды кесте түрінде көрсетіңдер дейді. 1252. Бұл да дәл бағанағыдай. 1-ші бала, 2-ші бала, 3-ші бала, 4-ші бала, 5-ші бала және 6-ші бала. 1-ші бала мен 2-ші бала, 1-ші бала мен 3-ші бала, 1-ші бала мен 4-ші бала, 1-ші бала мен 5-ші бала және 1-ші бала мен 6-ші бала. Күреседі және мынаумен 3-ші бала, 4-ші бала, 5-ші бала және 6-ші бала. Мынаумен 4-ші бала, 5-ші бала, 6-ші бала шығады. Мынаумен тек қана 5-ші бала мен 6-ші бала шығады. Мынаумен тек мына 5-ші бала мен 6-ші бала шығады. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Жауабы сонда 15 нұсқа.